Ассаламағалейкум, қадірменді қазақ елі. Дүние жүзіндегі әділетті қолдайтын әрқандай бір жекелер менен ұйымдар, халықаралық ұйымдар, адам құқығын қорғайтын әрқандай бір ұйымдар. Барлықтарыңыз сәлеметсіздер ме? Мен Қапышұл Уахап, Қазақстан азаматымын. 2005 жылы тарихи отаным Қазақстан Республикасына көшіп келгем. Содан бері осында тұрып жатырмын. Тұрғылықты жерім Талдықорған облысы, Сарқан ауданы, Бақал ауылы, Көгүйрім 13-ші көші. Менің тікелей эфирге шығудағы мақсатым, арманым, менің Қытайдан 30 жылға көтеріп алған жерімнің құқық мүддесі қорғалмағандығы себепті мен осы эфирге шығып отырмын. Менің жайылым тоқтам көліккін ашқан мынау. Бұл 98 жылдан 2028 жылға дейін күшке ие. Әрі менің құқық мүддемді қорғауға бірден бір қатысты құжат. Бұл құжаттың тіркелген номері 050-338. Тоқтам берілген уақыты 98 жылы 11 айдың 15-нен 28 жылы 11 айдың 14 күніне дейін. Бұндағы жер көлемі 488,54 гектар. Бұл жайылым менің 30 жылдық өзгермейтін тұрақты мүлкім, жылжымайтын мүлкім. Мен бұл жөнінде жоғарыға арыз берудегі себебім, менің жайылым тынықтыру қаражаты дегенімді 18 жылы, 19 жылы, 20 жылы осы 3 жылдық Қытай өкіметі бермей отыр. Менімен бірге көшіп келген көршілер, ауылдастар көп санды салып отыр. Бұл жек Чөрін ауылы жөнінде. Енді аудан бойынша, Мори ауданы бойынша мен жақсы біле алмаймын. Дәл Чөрін ауылынан біз 3 семья, Қапышұлы Уахап, Қапышұлы Қабылқақ, Құрманбайұлы Бақыт, осы семья ала алмай отырмыз. Басқалардікі қолына күні биылға дейін қолына тиді. Менің о жақтағы тұрғылықты тегіндегі азаматтық куәлігімнің нөмірі 65-28-28-030-51-933. Енді осы 3 жылдағы менің берілмеген жайылым қаражатым әр бір жылы 21 мың юаннан 3 жылғысы 63 мың юан. Мен осы арызымды халықаралық ұйымнан, халықаралық адамгершілік құқықтарын сақтайтын ұйымдардан, ГАГ сотынан, халықаралық адамгершілік сақтау үшін қорған халықаралық соттан, Қазақстан Республикасының президенті Тоқаевтан, Әділет министрлігінен, Қазақстан ішкі істер, сыртқы істер министрлігінен менің осы құқық мүддемді қорғап беруін талап етемін. Бұл Қытай осы саясатты аз ұлттарды бастыру жөнінде істесе де, ішінара адамдарға ерекше тырнағын батырып, ерекше көзқараста қарап отыр. Алдын өлтірді, артын соттады, қалғанын жылдап, айлап, түрмеге тоғытып, қалған шығарып жатыр. Біз осы Қытайдың генастық саясат жүргеннен бері қарай, о жақтағы туыс-туғандарымызбен телефонда сөйлесу, хат чек алысу, сәлем берісу дегеннен бірақ қалдық. Өлгеніміз жаназасыз кетіп жатыр. Тірілеріміз өлгенге бір көңіл айту, ислам жолы бойынша бір көңіл айту, иманды болсын деу сияқты сөздерден қалыстық. Біз бір терең шыңырау құдыққа түсіп кеткен сияқты, бізде ешқандай өкімет қорғамайтын, қолдамайтын осындай бір дәрежеге түсіп қалдық. Сондықтан мен жоғарыдағы айтқан ұйымдардың менің осы пікірімді жеке мен емес, мен сияқты зардап шеккен талай адамдар бар. Мыңдаған, неше 10 мыңдаған адамдар бар. Осы адамдардың арыз пікірлерін ескеріп, біздің қазақ ұлтына,
әсіресе Шинжаңдағы қазақтардың осындай жағдайға түсіп қалғандығын зерттеп, зерделеп, тексеріп, біздің құқық мүддемізді қорғап беруін талап етемін. Әрі менің осы ақшамды және менің осы 30 жылдық жерімнің құқық мүддесін қорғап беруін талап етемін. Мен бұл арызды осы халықаралық ұйымға және өзіміздің Қазақстан мемлекетіне тоқтаусыз, қашан менің осы құқық мүддем қорғалғанша жалғасты арыздана беремін. Рахмет тыңдағандарыңызға.